Сәлеметсіздер, сіздер менің Флиппай достар. Бүгінгі видеода бізде жаңа видео. Арнаға тіркеліп лайктарыңызды басып кетіңіздер. И достар, бүгінгі видеода көріп тұрғандарыңыздай менің инвентарымда Бравл Старстың иконкалары тұр. Және де артымдағы күнді қараңыздар, ол тоже Бравл Старстікі. Және де видеоның атынан, превьюсынан барлығын көргендеріңіздей, бүгін біз Бравл Старс Майнкрафтта дейтін видео болады. Мен сіздерге бүгін Бравл Старс дейтін Майнкрафттағы ресурс бағын көрсететін боламын. Бұл бір жыл бұрын достар, бұл Бравл Старс Майнкрафтта дейтін сериал просто бомба болған. Барлығы оны түсірген. И мен де түсіргенмін. И достар, қазір бізде дейтін осы ресурс баққа обзор болады. Арнаға тіркеліңіздер, лайктарыңызды басыңыздар, ал біз кеттік. Давайте ең бірінші блоктардан бастайық. Блоктардан өте көп өзгеріс жоқ. Себебі бұл жақта тек кристальный и гемовый блок бар. Және де походу болды да. Міне қараңыздар, мынау изумрудный блок, бірақ бұны гем дейді, гем. Ал мынау кристалл дейді, ал мынау лазуритовый блок. Көріп тұрғандарыңызды гем мен кристалл. Мынау екеуі. Еще бізде мына жақта бронялардан өте көп өзгерді. Давайте қазір броняларды алайық. Барлық броняны аламыз. Окей. И достар, арнаға тіркеліп лайктарыңызды басып кетіңіздер. Мына ресурс пакты салып жібергенімді қаласаңыздар, себебі мына ресурс пак өте танымал ресурс пактың бірі. Бұны дейтін мен дейтін UTK.io дейтін программадан жазып алдым. Короче, қараңыздар, мен ең бірінші ботский самый жаманын гем. Бұл кристальный броня бізде, бұл алтын броня болып тұр. Осындай кристальный броня, мен бас киімді алып тастасам, нормально көрініп тұр. Келесі одан кейін мықтысы бұл гемовый броня, міне қараңыздар. Гемовый броня кристальныйдан 2-3 есе мықты, 3 есе мықты примерно. И бұл просто бомба. Феникс броня дейтін гем бронядан примерно 3 есе мықты, примерно бұл тоже. Гром броня 2 есе мықты феникс бронядан, походу. Міне қараңыздар, гром броня просто кәдімгі достар, мощный, кәдімгі цветі күшті да. Ал және де мына незеритовый, бірақ бұның аты меха броня. Және меха броня бізде ең мықтысы, ол гром бронядан 1,5 есе мықты. Или 2 ма білмеймін достар, әркімнің сериалында әртүрлі ғой. Например, мен сериалымда походу 1,5 есе мықты болды. И мықты бізде еще оружияларды қараңыздар, міне өте көп оружиялар. И және де бүкіл оружие бұл өте күшті. Қазір барлық оружияларды көрсетемін сіздерге. Тоқтаңыздар. Кейбір оружиялардың текстураласы мықты, сондықтан кейбірлері қуат. Мынау дейтін простой гаечный ключ, мынау мынандай, мынау копье, мынау дейтін магма меч, мынау алтын, мынау огненный меч достар. Мына огненный меч ең мықтысы деп айтпай қойын. Мықты еще бізде ледяной меч бар, ледяной меч ең мықтысы бұл жақта. Мынау ледяной меч, мынау огненный меч, мынау магма меч, мынау копье, мынау какой-то кварцевый меч, а мынау гаечный ключ, короче, роботтар алады. И достар, біз барлығын қарап тастадық мынақта. И мынақта топорларға алып келейін. Көріңіздер ма, менің даже соткым дұрыс тартпайды. Қараңыздар, мынау мықты текстураны, және де бұл текстураны кәдімгідей мықты соткалар ғана тартады. Мен соткам слишком мықты емес ондай. Мынау мынандай топор, и ең соңғысы мынау ең мықты топор, огненный топор бұл. Киркалардан бізде простой кәдімгі киркалар. Қазір көрсетем. Ең бірінші бұл ақ кирка, бұл примерно қандай екенін ұмытып қалдым. Біз бірақ бұны мен дейтін вайшита, как всегда, мына кирканы мен дейтін костный кирка деймін. Костный кирка дейтін, ол дейтін, короче, мынандай сүйектерден жасалатын кирка. Сүйектер қайда кетті? Оны походу өзгертіп тастады. Еще қараңыздар достар, әртүрлі Шелли барлықтарының иконкалары бар, және бұл күшті. Ал мынау келесі гемовый кирка, кристальный кирка. Ал мынау гемовый уже. Ал мынау громовый кирка. Ең мықтысы, ең күшті қазатыны громовый кирка. Мынақты лопаталарда дәл солай, қараңыздар. Мен көрсетейін, 3 түрлі лопата бар бұл жақта. Мынау кристальный кирка, мынау гемовый кирка, и мынау ең соңғысы бұл дейтін походу Мортис бар ғой, соның киркасы мынау Мортис. Мынақты бізде гемовый и кристальный бар екеуі. Мынақты бізде садақтың оформлениясы өзгерді, бұл мынандай болып кетті. Және достар,
қараңыздар қалай қуып кетті. Көрдіңіздер ма достар, шамалы қуып тұр. Бірақ шамалы осылай атсаң күшті болады, нормально. Өйтсең уже қуып кетеді кәдімгідей. Бірақ қумау керек, сіздердің соткілеріңізді менде қуып тұр. Элитри өзгертті, осындай болып кетті. И әртүрлі қайтадан нелер бар. Например, мына бізде өте көп заттар бар. Мына бізде билет бар. Мынандай билеттер бар. Мына гем, кристалл, және кубок бар. Мынандай бар. Все, мына болды. И мына бізде уже и все, достар, қараңыздар. Мына бізде билет дейтін андай роборубка сондай бар ғой, кәдімгі Brawl Stars'та. Сондайға қатысатын билеттер. Мынау бізде дейтін обычный gold coin. Мынау гем бізде, мынау кубоктар. Қараңыздар, кубок слишком мықты, және мен соткым уже кәдімгідей мына нені тартпайды, көрдіңіздер ма? Қараңыздар. Бірақ достар, енді мощный телефон алсаңдар 200-300 мыңға iPhone кәдімгідей сондай соткілер спокойно тартады осындай нені. Достар, көрдіңіздер ма, шығып кетті. Достар, өте қатып кетті, және ана кубоктың ең жаманы кубок қатып кетті, және мен қазір басынан кіріп жатырмын мерге. И қазір кіреміз да, мен барлығын басынан қайтадан, басынан емес, жаңағы моменттен бастап көрсетемін. Алып кеттік, короче. Достар, міне кіріп жатыр, короче, қайтадан шығып кетпесе болды енді, а то қайтадан шығып кетсе вообще тупо болады. И және де көріп тұрғандарыңыздай әлі қатып тұр. Мына ресурс пакта, достар, мына кубокты қолданбауларыңызға сұраймын. Тек кәдімгідей мощный телефон болса ғана қолданыңыздар. Все, міне көрдіңіздер ма, қату қойды, достар. Мен қату қойды жаңағыны модты алып сағасын мод деп. Ал мен кәдімгі простой текстуралары, міне голдкоин гем, олар қатпайды. Мынандай бар, бұл тоже қатады, бірақ қатты қатпайды. Слишком. Мынау дейтін бізде Brawl Stars'тың простой иконкасы. Қазір, достар, бізде мынау өте қатты қатады. Өте қатты деген шамалы қатады. Одан кейін ең соңғы бізде уже кристалл, достар. Көріп тұрған шығарсыздар, кристалл. И, достар, қарап көрейік қайтадан не бар бізден яқта. Походу дым жоқ, достар, я. Мықты тек мынандай нелер. И қараңыздар, достар, мынаның яблокалардың несі өзгерді. Міне мынау өзгерді. Қайтадан не бар? Мұның барын қарап сақ. Мына удочка бар екен. Мынау бар екен тамақтардан. Короче, нормально кеттік. Ящиктерді көрсеткен жоқпын мен еще, достар. Ящиктерді ұмытып бара жатырмық. И міне мынандай ящик. Қараңыздар, достар, мына бізде простой золотой яблоко, но зачарованное яблоко. Ну, какой-то золотой морковь, ну, пончик. Мынау автомат бізде, короче, бірақ удочка автомат. Мынау дейтін бізде жареная говядина, яблочко на палочке, короче. И қазір давайте біз мынандай неден қарайық, енді мега ящик, сондайларды қарайық. Ең бірінші бізде простой ящик, міне осындай. Былай қойын, шамалы артқа, міне осындай простой ящик. Одан кейін большой ящик бұл дейтін. Мынау ящик простой, кәдімгі ящик. Мынау дейтін большой ящик. Мынау дейтін бізде мега ящик. Мынау ультра ящик, достар, если что. Аитты кім қарайды, сояқта бар. Қараңыздар, мынақта ультра ящик бар, бұл дейтін сондай ящик. И ең соңғы мына ящикті мен білмеймін, бірақ өздеріңіз комментарийдан давайте мына ящикке ат қойайық, достар. Қалай қояр едіңіздер? Например, мен болсам, достар, бұны дейтін, может быть, супер ящик деп қоятын. Например, қараңыздар, мега ящик, ультра ящик, супер ящик. Сіздер комментарий жазыңыздар, қалай қоятын едіңіздер. Достар, осыдан біздің видеомыз аяқталады. Я осындай мощный видео болды. Арнаға дірге былай айтарыңызды басып кетіңіздер. Короче, давайте.